Кім күшті? Ерте екен, ешкі жүні бөрте екен. Қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Қырғауылы қырқылдап, жалтыр мұзға сыртылдап, алшая кеп қоныпты, шаты айрылып қалыпты. Қисая жатып қырғауыл, сонда мұздан сұрапты. Мұз-ау мұз, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, бауырымды жаңбырға тестірмес едім, деп жауап береді мұз. Енді қырғауыл жаңбырдан сұрайды. Жаңбыр, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, жерге жұтқызар едім, деп жауап береді жаңбыр. Қырғауыл жерден, жер, сен неден күшті болдың? деп сұрайды. Мен күшті болсам, көк шөпке бауырымды жардырмас едім, дейді жер. Көк шөп, сен неден күшті болдың? дейді қырғауыл шөпке. Мен күшті болсам, көк тоқты мойнымнан жұлқымас еді, деп жауап береді шөп. Қырғауыл көк тоқтыдан сұрайды. Көк тоқты, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, қасқырға құйрығымды жұлқытпас едім, дейді көк тоқты. Қасқыр, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк мылтыққа қоңымды ойдырмас едім. Көк мылтық, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, қоңыр шолақ тышқанға білтемді қидырмас едім. Тышқан, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, құмырсқаға ен салдырмас едім. Құмырсқа, сен неден күшті болдың? Сонда құмырсқа тұрып, 6 батпан ауырды, арқалаған күштімін, 7 батпан ауырды, желкелеген күштімін, деген екен.